Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Ақерке Болатбекқызы. Кітапты жалғастырамыз бұрын каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыз. Халид Хосейни, Батпырау қуған бала, 11-ші тарау. Фримонт, Калифорния, 1980 жылдар. Әкем Американың өмірлік мұратын, өмір сүру салтын ұнатады. Дәл сол жерде өмір сүріп еді. Асқазанына жара шығып, таңдайына ас татымады. Әлі есінде. Әкем екеуміз бір көшеден өтіп, Фримонттың Елизавет көлі саябағында серуендедік. Ұл балалар сойыл сілтеу өнеріне жаттығып, қыздар әткеншек теуіп, күліп ойнап жүр. Соларға қарап тұрған біз алға жылжып, аялдай бергенде әкем маған өз көзқарасын айттым. Бұл өмірде нағыз еркек үшеу ғана болады, деді әкем, саусағымен санап тұрып. Мына дүниенің құтқарушы қожайыны даңғой Америка, одан соң Ұлыбритания және Израиль. Ал қалғандары, ол қолын бір сілтеп, менсінбеген рай танытты. Ал қалғандары сөз қуған қатындар сияқты. Әкемнің Израиль туралы айтқандары Фримонттағы ауғандардың ызасын келтіреді. Олар әкемді еврейді жақсы көрдің, жақын тарттың, бұл біздің дінімізге қарсы келгенін деп жазғырады. Ол түрлі басқосуларда тамақта бірге отырсақ, өзінің саяси көзқарасын айтып, олардың шабына от тастайды. Әкем бірде маған, олар саясаттың дінмен үш қайнаса сорпасы қосылмайтынын түсінбейді, деді. Оның назарында Израиль деген нағыз еркектер жасайтын арал іспетті. Арал болғанда араб дейтін теңізбен қоршалған арал. Бірақ арабтардың аңсары мұнай сатып, қалталы болуды ғана көздеп, өз жұмыстарына назар аудармайды. Әкем арабтардың акцентіне салып сөйлейді. Ойбай, Израиль анадай, Израиль мынадай деуден аспайды. Ондай болса, әрекет қылмайсың ба? Жаның ашса, анау Палестинаға қол ұшын бермейсің бе? Әкем Америка президенті Джимми Картерді ұнатпайды. Оны жезтырнақ деп атайды. Біз Кабулда жүргенде ақш билігі Мәскеуде өтпек болған Олимпиада ойындарына бойкот жариялайтынын мәлімдеді. Шіркіндер-ай, деді әкем сонда кекетіп. Брежнев ауған аумағына басып кірді. Ал анау, мен сенің көлшігіне барып малтымаймын деп мыжып отыр. Сол үшін әкем Картердің өрескел әрекеттері Брежневтің тайрандауына жол берді деп ойлайды. Оның бұл елді басқаруы әділетсіздік дейтін ол. Бұл велосипед білмейтін балаға Кадиллак айдатқанмен бірдей әңгіме. Америкаға керек десен бүкіл дүниеге аузын қайсы десе, мұрнын көрсететін адам емес. Керісінше, нақты іс істей алатын адам керек. Рональд Рейганның бойынан бұл қайсарлық табылады. Ол кезінде сөйлеген бір сөзінде Кеңес одағын озбыр империя деп сөкті. Осыдан кейін әкем дереу барып, Рейганның бас бармағын көтеріп тұрған суретін сатып әкелді. Оны рамаға салып, кіреберістегі ескі суреттің қасына апарып ілді. Ескі суретте өзі галстук байлап, Захир патшамен амандасып тұрғаны бейнеленген еді. Біздің Фримонттағы көршілеріміздің көбі автобус жүргізетіндер, сақшы, май өндіретін пунктінің жұмысшысы, үкіметтің жәрдемақысымен күн көретін жалғыз басты әйелдер, президент Рейганның экономикалық қысымынан зардап шеккен қара жұмысшылар. Әкем бұл қоныстанған ғимараттағы республикашылдар партиясының бірден-бір мүшесі. Көшеде шуылдаған көліктердің түтіні оның көзін ашытты. Беймазалық жүйкесін жұқартты. Бұл араның жемістерін ұнатпады, суы таза емес деді. Табиғи қалыптағы орман мен кең көсілген даланың қайда кеткенін кімнен сұраймыз? Алғашында әкеме ағылшын тілі курстарына барып, тіл сындырып ал деп, ол ақылы мұда оған керексіз болды. Егер мен кәт деген сөз дұрыс айтсам, мұғалім маған жұлдыз белгі қойса, оны үйге көтеріп келіп, саған мақтанып жүрермін, деп күлді. 1983 жылы көктемнің бір айының жексенбісінде мен көне кітаптар сататын дүкенге бардым. Іргесінде үнді кинотеатры бар, ал шығысында ақш мемлекеттік теңіз жолы мен Фримонт үлкен жолы қиылысады. Әкеме сол жерде 5 минут күте тұруын өтіндім. Ол қарсы болмады. Ол кезде әкем біз тұратын қаладағы бір жанармай құю орнында жұмыс істеуші еді. Сол күні оның демалысы болатын. Кенет мен әкемнің жолдың арғы бетіне өтіп, шағын дүкенге кіріп кеткенін көрдім. Ол дүкенді вьетнамдық Руан мен оның әйелі ашқан болатын. Самайын ақ шалған екеуі келушілерге жымиып, жылы қарайтын. Әйелі Паркинсон дертінен қалтырауық болып қалған.
ал Руанның өзі сүйегі бұзылып, жасанды жамбас салғызған. Ол оқ өтпес қаһарманның өзі болды, дейтін әйелі қызыл иегін көрсете күліп. Ал оған Руан мырза, оқ өтпес қаһарман есінде ме әмір, деп кейіпкер Ли Мейджорстонның рөлін ойнап кеңістікке қарай жүгірген әрекетті бейнелейтін. Бұған біз күліп, мәз болатынбыз. Мен ақш жазушысы Микки Спеллейннің кейіпкері Майк Хаммердің бастан кешкен шытырманда қорқынышты оқиғалары баяндалатын ескі романды ашып, енді оқи бастағанымда біреудің бажылдаған дауысынан селк ете түстім. Әйнектің сыңғырлаған дауысы құлақ тұндырды. Кітапты тастай салып жолды кесіп өтіп, әлгі дүкенге қарай жүгірдім. Сұрқы қашқан Руан мырза мен әйелі дүкен бұрышында бүрісіп тұр. Құшақтасып алыпты. Орындықтар еденде құлап жатыр. Сиыр етінің консервілері шашылып қапты. Әкемнің аяқ астында әйнек сынықтары жатыр. Газет журналдарға арналған сөреде қисайып құлап қалыпты. Оқиға былай болған екен. Әкем олардан орындық алыпты. Қалтасында қолма-қол ақшасы болмағандықтан дүкен иесіне чек кесіп беріпті. Бірақ Руан мырза әкемнің жеке куәлігін көрмек болыпты. Ол маған жеке куәлігіңді көрсет деді. Дейді әкем парсыша, ашулана сөйлеп. Мен мұның дәмсіз жемістерін сатып алып келе жатқаныма 2 жылдан астым. Ал мына сілімтік енді келіп, менің жеке куәлігімді сұрап отыр. Әке, олар бәріне солай істейді. Олардың жеке куәлігіңді сұрауы оғаш іс емес, дедім мен дүкен иелеріне қарап зорлана күліп. Әйелінің қасында тұрған Руан мырза, ендігәрі мұнда келуші болма, деді әкемді таяғымен нұсқап. Сен жақсы жігітсің, ал әкем барып тұрған есуас екен, енді ол мұнда аттап баспасын. Ол мені ұры деп ойлайтын сияқты ғой, деді әкем мезеуреп. Сыртта адамдар жиналып қапты. Біреуге біреу сенбейтін бұл қандай ел өзі, деп әкем айқайлап жатыр. Мен сақшы шақырамын, деді Руан мырзаның әйелі кенет есін жиып. Тезірек жөніңе кет, әйтпесе сақшы шақырамын. Өтінейін, олай істей көрменізші. Мен оны қазір-ақ ертіп әкетемін. Жарай ма? Олай істей көрменіз. Жарайды, ендеше оны алып кет, деді Руан мырза шынжырлы көзілдірігін тағып жатып. Оның екі көзі әлі де әкемде. Мен әкемді есік жаққа жетеледім. Шығып бара жатып ол сөредегі бір журналды теуіп құлаттым. Оған қайта кірмеуін айтып артыма бұрылып, дүкен иелерінен кешірім сұрадым. Әкеме Ауғанстаннан кетерде осыншама азап тартып, тау асып, жер басып шекарадан шыққанымызды ескерттім. Дүкен иесінің әйеліне телефон нөмірі мен үйдің мекен-жайын айтып, қанша заттың бүлінгенін есептеп айтуын өтіндім. Есептеп болған соң маған айтарсыз, сөзсіз төлеп беремін. Өте ыңғайсыз жағдай болды. Дүкен иесі әйелмен мен берген есімхатты алып келісімін берді. Мен оның қолының дірілдеп тұрғанын байқадым. Қаусаған кәрі кісінің зәресін алған әкеме ашуым келді. Әкем, бұл жердің тұрмысына енді үйренісіп келеді, дедім мен түсіндіруге тырысып. Біз Кабулда ағаш бұтағынан бір тал сындырып әкеліп, соны қарыз карточкасы ретінде пайдаланатынбыз. Хасен екеуміз оны наубайханаға барсақ, ол бір тал кесіндіні 1-2 кесіндіге 2 нан беретін. Ай аяғында әкем әлгі ағаштағы керпеге қарап қарызды төлейтін. Сауда осылай да іске асатын. Оған жеке куәліктің қажеті де болмайтын. Дүкен иелеріне осыны айтқым келіп еді, бірақ тіс жармадым. Руан мырзаға сақшы шақырмағаны үшін рахметімді айтып, әкемді үйге алып қайттым. Кешкі асқа тауық етін дайындап жатқанымда ол балконда шылым шегіп, әлденеге налып отырды. Біз Пешавардан ұшып, осында келгелі 1,5 жыл өтсе де, ол мұндағы тірлікке бойы әлі үйренісе алмады. Сол күнгі кешті асты үнсіз отырып іштік. Әкем тамақтан 1-2 шұқып жеді де шалқайып отырып алды. Мен оған бар зейініммен қарадым. Жаңармайтын зияны болар, тырнақтары саттанып, саусақтары ойылып кетіпті. Киімдеріне жанармай мен шамның иісі мүңкіп тұр. Назар салып қараған адамға екінші рет төсек жаңғыртса да бұрынғы жарын сағына беретін уайымшыл қарт сияқтанып кетіпті. Ол Жалал-Абадтан қамасы қалың даласын, Пагманның саялы бақтарын көп ойлайды. Әр сәт сайын үйіне келіп, қауқылдасатын ауылдастарын, базардағы адамдары қайшыласқан жолдарды өзімен амандасып шүйіркелесетін, әкесінің көзін көрген, арғы тегін білетін адамдарды, алыс жақыннан туыс саналатын ет жақындарын сағынады. Өйткені олар атам заманнан бірге өсіп, бірге тірлік кешіп, бір-біріне етене болып кеткен жандар ғой. Мен үшін Америка өткен істерді жерлейтін жер, ал әкем үшін бұл жер өткен күндеріне аза тұтатын жер болмақ. Пешаварға қайтып кетсек қалай болар екен, дедім мен әйнек стакандағы сумен тербеліп тұрған мұздан көз алмай.
Біз ол жерде босқындар мәселесімен айналысатын мекеменің анықтамасын күтіп жарты жыл тұрғанбыз. Ол жердегі уақытша паналаған үйіміздің шұлық пен мысық дайрағаның иісі бұрқырап тұрғанымен айналамызда таныстарымыз көп еді. Тым болмағанда әкемнің таныстары көптеп кездесетін. Тіпті реті келсе, әкем бір дәлізде тұратындардың бәрін қонаққа шақырар еді. Олардың көбі тексеру анықтамасының бекітілуінен үмітті ауғандар болатын. Шынымен солай болса, біреуі дабын, енді біреуі састырнайын әкеліп, ыстық шай ішіп, дауысы жақсы біреуі маса тынышталғанша, дапшының қолы талғанша, тіпті керек десе таңнан кешке дейін әндететін. Егер Пешаварға барсақ, сен өз үйіне барғандай көңілің көтерілер еді, дедім мен. Пешавар маған жайлы болғанымен, саған олай емес. Бұл жердегі жұмыстың ауырлап қиналдың ғой. Қазір бұрынғыдан тәуір, деді әкем. Оның айтып отырғаны жанармай құю орнының күндізгі жұмысының жетекшісі болғаннан кейінгі кез еді. Бірақ мен күн бұзылып суытқан күні оның буының қақсап ауырғанына шыдам білезігін уқалап жататынын білемін. Тамақтан соң маңдайынан тер шыққанда ауруды басатын дәрі пайдаланғанында көзім шалған. Мен сені өз қара басымды ойлап мұнда келгем жоқ, соны білесің бе, деді ол. Мен қолымды созып әкеммен қол алыстым. Менің қолым еш қиындық көрмеген оқушының қолы ғой, жұмсақ, таза. Ал оның қолы қарапайым жұмыскердің қолы, кір басқан, алақаны мүйізгек. Кабулдағы кезінде әкемнің сатып алып берген ойыншық машинасы, пойыз және тағы басқа ойыншықтарым мен велосипедімді ойладым. Ал мынау Америка, әкемнің маған берген соңғы тартуы болмасына кім кепіл? Америкаға келгеннен кейін бір айдан соң әкем Вашингтонның үлкен жолының бойынан жұмыс тауып, ауғандық бір таныстың май құю орнына жұмысқа орналасты. Ол осында келе салған күннен бастап жұмыс іздеген. Ол аптасына 6 күн, әр күні 12 сағат жұмыс істеп, жүргіншілердің көлігіне жанармай құяды. Ақысын алады, майын ауыстырады. Көліктердің алдыңғы әйнегін сүртіп жуады. Мен оған түскі ас әкеліп жүргенімде оның май жұғып, алабажақ болған сөреден темекі іздеп жататынын, оны күтіп тұрған адамдар бар екенін, жарық шырақтың сәулесі бетіне түскенде жүзін қисайтып ақшыл ғып көрсететінін байқадым. Әрдайым оның жұмыс кабинетіне кіріп барғанымда есіктің қоңырауы соғылып, әкем мойнын соза қол көтеріп белгі беріп жымиятын еді. Үнемі шаршап жүретіндіктен екі көзінен жас ғып тұратын. Жұмыс тапқан күні әкем екеуміз Сан-Хоседегі үкіметтің жәрдемақысын беретіндердің қызметін тексеретін қожайынымыз Доббинс ханымды іздеп бардық. Ол тығыршықтай, көзі күліп тұратын негр әйел еді. Күлгенде екі бетінің шұңқыры көрінетін. Ол кезінде шіркеуде ән айтқанын әңгімелеп берген. Мен оның айтқанына сендім, өйткені оның жуан дауысы ыстық сиыр сүті мен балды елестетеді. Әкем бір бума азық-түлік талонын оның үстеліне қойып: «Рахмет, енді мұның маған қажеті болмас, лайықты жұмыс таптым. Мен ежелден жұмыссыз жүрген емеспін. Өз елімде де, мұнда да екі қолыма бір жұмыс табылды. Сізге көп рахмет, Доббинс ханым. Менің садақа алғым келмейді». Доббинс ханым азық-түлік талонын қолына алып, жыпылықтаған жанарымен маған бір, әкеме бір қарай берді. Біз оған әзілдеп тұрғандай көріндік. Менің осында істегеніме 15 жыл болды. Содан бері бірде-бір адам бұлай бас тартқан жоқ, деді ол. Әкем осылайша көмек ретінде берілетін азық-түлік талонын тапсырып тастады. Ол үнемі жәрдемақы мен азық-түлік сатып алып жүргенімде ауғандар көріп қала ма деп қатты алаңдайтын. Бұл алаңдаушылық енді келмеске кетті. Ол сол кеңседен шыққанда ауыр науқастан құлан таза айыққандай болды. 1983 жылы 20 жасымда орта мектепті бітірдім. Сол күні стадионда өткен оқу бітіру рәсімінде түлектер бас киімін киген егде оқушы мен ғанамын. Сол күндер әлі есінен кетпейді. Стадион ұзын көк түсті киім киген оқушыға фотоаппараттарын жылтылдатқан ата-анаға лық толды. Қалың адамның арасынан әкемді көре алмай қалып ем, кенет оның қолы қалтаға салулы фотоаппаратты мойнында салақтап тұрған бейнесін 20 метр аралықтан көріп қалдым. Арамызды бір топ адам қақ бөліп тұр. Біресе анау, біресе мынау кесе көлденең болады. Көк түсті киім киген оқушы қыздар шулап, бірін-бірі қапсыра құшақтап, көз жастарына ерік беріп жатыр. Ұлдар мен олардың әке-шешесі алақан соғыстырып құттықтауда. Бір байқағаным, әкемнің сақал мұрты солғындап, ақшыл тартыпты. Шашы да селдірлепті. Кабулда ол көптеген адамның арасынан алдымен көзге түсуші еді. Мұнда қалайша? Әкем үстіне баяғы қоңыр түсті костюм шалбарын киіп келіпті.
Оның бар киімі осы ғана болатын. Осы киіммен ауғанның талай тойы мен жаназасына барған. 50 жас мерейтойында мен сыйлаған қызыл түсті галстукты тағыпты. Мені көріп, қолын бұлғап жымиды. Мектептің қоңыраулы мұнарасы алдыңда мені шырт еткізіп суретке түсіріп алды. Мен әкеме қарап жымидым. Бұл қуаныш маған емес, оған тиесілі дегеніміз дұрыс болар. Ол маған жақындап келіп, мойнымнан құшып, маңдайымнан сүйіп, «Сен менің мақтанышымсың, Әмір», деген жылы сөзін айтты. Осы сөзді ол екі көзі жайнап тұрып айтты. Әкемнің басқа ешкімге емес, маған ғана осылай деп шексіз мейір төккен еді. Бұл мен үшін үлкен қуаныш болды. Сол күні кеште әкем мені Харвардтағы ауғандар ашқан мейрамханаға барып қонақ қылды. Мол тамақ алдырды. Сөз арасында мейрамхана қожайынына бұйырса күзде ұлының университетке түсетінін айтып қалды. Мектеп бітірер алдында әкеммен ақылдасып, 1 жыл жұмыс істеп ақша тауып, өзімізге керекті қаражат жинап келесі жылы түссем деген едім. Қатулы қабағымен қарағанда, әлгі ойымнан біржола қайттым. Кешкі астан соң мені қонақ үй қарсысындағы барға ертіп барды. Іші ала көлеңкелі маған ұнамсыз сыра иісі мүңкіп тұр. Күнқағырлы бас киім, қысқа жейде киген бірнеше ер адам бильярд ойнап жатыр. Жасыл түсті үстел үстіне темекі тұтаны көтеріліп, төбедегі шырақтарды айнала билеп жүр. Әкем қоңыр костюммен, мен ұзын балақты шалбар спорт киіммен кіріп барып ек, бардағылар біртүрлі көзбен қарады. Әкем екеуміз орын іздеп жүріп, бір қарт кісінің қасына барып отырдық. Ол отырған жерде жергілікті Микалоп сырасының жарнамасы ілулі тұр екен. Әлгі қарттың қатан жүзіне түскен сәуле оның ауру меңдеткен бейнесін ап-айқын көрсетіп тұр. Әкем темекісін тұтатып бізге сыра алдырды. «Мен бүгін ерекше қуаныштымын», деді ол, азын-аулақ ағылшыншасын төгіп, шаша сөйлеп. «Сол үшін бүгін ұлыммен бірге шарап ішкелі келдім. Ендеше алып қоялық, достым». Әкем осыны айтып, әлгі қарт кісінің арқасын қақты. Ол бас киімін алып, тіссіз иегін көрсете күле берді. Әкем алдындағы сырасын бір қауып ұрттады да, тағы біреуін алдырды. Мен осы сырамды там-тұмдап ішіп отырғанымда әкем құмарлана 3 бокалын босатты. Қасындағы қартқа Шотландияның ақ арағынан 1 стакан бильярд ойнаған әлгі төртеуіне үлкен бір құты виски алғызды. Олар разы болып әкеммен қол алысып, әкемнің арқасынан қағып қойды да, әкем үшін тост көтеріп темекісін тұтатты. Мойнындағы галстугын босатқан әкем әлгі қартқа 25 тиындықтан бір уыс күміс ақша беріп, патефонды нұсқап, оған ең тамаша әндерінен орындасын деп айтшы деді. Қарт түсініп басын изеп, әкеме әскери адамша құрмет білдірді. Көп өтпей ауыл ән күйлері аспандады. Әкем отырған жерін осылай думандатып жіберді. Шарапқа мейлінше тойған әкем кенет орнынан тұрып, қолындағы стаканын көтеріп, «Енеңді ұрайын, жексұрын орыстар», деді де стаканын ағаш үгіндісі төгіліп жатқан еденге лақтыра салды. Шарап ішіп отырғандар ду күліп, қиқулап, әкемнің айтқанын қайталады. Әкем оларға тағы да бір бокал сыра алды. Мен әкемнің кезінде ең қымбат саналған Buick Century маркалы көлігін айдап үйге қайттық. Жолда әкем қорылға басып ұйықтап қалды. Оның денесінен шыққан темекі мен арақтың жағымсыз иісі мұртымды жарар жасады. Көлікті тоқтатқанда ол оянып, «Көше жаққа қарай айда», деді. «Неге? Жүре берсем білесің». Ол көлікті көшенің терістік бағытына тоқтатқызып, сыртқы қалтасынан бір кілтті алып шықты да, «Әне сенікі», деп алдымызда тұрған бір жеңіл көлікті көрсетті. Форд көлігі көзіме оттай басылды. Ұзын пішінде, кең көрінді. Әлсіз айдың жарығында қандай түсті екенін парықтай алғам жоқ. Оның аздаған жерін сырлап жіберу керек. Жанармай пунктіндегілерді шалқасынан түсіріп, қосалқы бөлшектерін ауыстыртамын, бірақ оны күтпей-ақ міне бер. Мен қолымдағы көліктің кілтін көргенде қуанғанымнан не дерімді біле алмай қалдым. Әкеме бір көлікке бір жалтақтай қараймын. «Университетке түскеніңде саған көлік қажет болады», деді әкем. Мен әкемнің қолын қатты қыстым. Осы сәтте көзімнен жас төгіліп, оны құшақтадым. Менің қимылымнан ай сәулесі тосылып, екеуміздің де жүзімізге көлеңке түсіп тұрды. Менің жылағанымда әкемнің көрмегеніне қуандым. «Әке, саған рахмет». Екеуміз көліктен түсіп, менің көлігіме міндік. Жүрісі қолайлы екен. Әкем оның түсін теңіз түстес деп айтты. Мен ары-бері жүріп, көлігімнің тормозын, радиосын, шамдарын сынап көрдім. Үйге келген соң, көлік тұрағына тоқтап,
Моторын өшіріп, әкеме тағы да алғыс айттым. Оның осыған дейін істегендерінің бәрі мені әсерге бөлегенін оған айтқым келді. Бірақ олай істесем, оны ыңғайсыз күйге түсірерімді біліп, тек рахмет айттым. Әкем төбесі көкке жетердей болып, жымыңдап орындыққа шалқалай отырды. Екеуміз бір сәт үнсіз отырып, көлік моторының суый бастағанын үнін естіп тұрмыз. Алыстан сақшы көлігінің сигналы естілді. Әкем маған бұрылып: «Хасен, бүгін бізбен бірге болса, қандай жақсы еді», деді. Кенет оның атын естігенде әлде бір темір қол кеңірдегімді қысқандай болды. Көліктің терезесін түсіріп, мені қинаған әлгі темір қолдың тысқа шығып кетуін тіледім. Оқу бітіру рәсімінен кейін бір күн өткен соң әкеме арнаулы колледжге түсіп оқысам деген ойым бар екенін айттым. Ол суыған қызыл шай ішіп ауруды басатыны бүлдірген дәнін жеп отырды. «Ағылшын әдебиеті мамандығына түссем бе деймін», дедім мен әкемнің жауабын күтіп. «Ағылшын әдебиеті дейсің бе?» «Иә, шығармашылық». Ол шайының бетін үрлеп сәл ойланды да: «Шығарма дейсің бе? Ойдан қиыстырып оқиға шығарасың ба?» дегенді айтты. Басымды төмен салып тыңдадым. «Шығарма жазып ақша табуға бола ма?» «Егер жақсы жазсаң, оқырманың жақсы қабылдаса, әрине болады». «Жақсы қабылдаса, оның мүмкіндігі бар ма?» «Әрине табылады». Ол басын изеп: «Ендеше сен жақсы шығарма жазудан бұрын не істесем деген жоспарың бар? Ақшаны қалай табасың? Үйленсең, отбасыңды қалай бағасың?» деді. «Жұмыс тауып», дедім, кібіріктеніп. «Жөн, былай деді ол. «Егер мен бірдеңе білсем, алдымен біраз уақыт жұмсап, ғылыми дәреже иелен. Содан соң менікі сияқты қара жұмыс істеп, мүмкіндікті жібермей, ғылыми дәрежең кәдеге жарағанша күте тұрсан». Осыны айтып, бұл шайын үрлеп, медициналық институт, заң институты деген сияқты бірдеңелерді өз ішінен күбірлеп отырды. Менің бетім нарттай қызарып, әлденеге кінәлі болғандай күй кештім. Осы күнім оның қартайған жүзі мен асқазан жарасы, аяқ-қолы қақсауы сияқты қат-қабат қиыншылықтардың тұтқыны екенін ойлап өкіндім. Бірақ өз басым басқаға жіберер емес. Сол жолдың соңында түскім келді. Енді әкем үшін құрбандық бергім де келмейді. Оның көңілін табам деп осыған дейін қаншама азап тарттым. Әкем терең күрсініп, алдындағы бүлдірген дәнін аузына тастай салды. Кей күнгі көлігіме мініп, терезесін ашып қойып, 1-2 сағат далада серуендеп, шығыс айналма жолдан батыс айналма жолға дейін, одан Пенинсуалаға дейін барып қайтамын. Жолай Фримонт іргесіндегі 9 жолдың торабымен түйісіп жататын шахмат тақтасы іспетті көшелерді де қағыс қалдырамын. Мұндағы тұрғындар патшамен ешқашан қол алысып көрмегендер. Олар терезесі шағылған, әбден тозған лашықтарда тұрады. Ескі көліктерінің майы ағып жол шетінде де дамылдамайды. Айналамыздағы аулалар бір-біріне ұқсас қара түсті сыммен қоршалған. Ойлы шұңқырлы көгалдың әр жерінде ескі ойыншықтар, көлік дөңгелегі, көне сыра құтылары шашылып жатады. Мен жас ағаш қабығының иісі аңқып тұратын ну орманды жағалап келемін. Сауда сарайларын кесіп өтемін. Бұл сарайдың үлкендігі сондай бір уақытта 5 ат бәйгесін өткізуге болатындай. Жеңіл көлігімді сар желдіріп, Лос-Альтос белесін артқа қалдырып, келесі бір тұрғындар ауданына ат басын бұрамын. Ондағы үйлердің терезелері әдеттегіден үлкенірек көрінеді. Темір қақпалардың алдында қойылған ақ түсті арыстан мүсіндері алыстан айбар шегіп тұрғандай. Суды бұрқақтатқан фонтандар жолдарды жағалап ағып жатыр. Бұл жақтағы көлік тұрақта бірде-бір форд көлігі назарға ілікпейді. Сіздерге әңгімелеп отырған бұл үйлер әкемнің Кабулдағы үйін даяшылар тұратын лашықта етіп көрсетеді. Кей сенбі күндері ерте тұрып, оңтүстікке қарай көлікпен зулап, иір-қиыр тау жолымен Санта-Крусқа қарай жол аламын. Жола ескі мұнараның астына дамылдап, көлік ішінде күннің шығуын күтіп, теңізде толқынданып жататын тұманға көз саламын. Ауғанстанда жүргенде теңізді тек кинодан ғана көргенмін. Оны көргенде қараңғы кинотеатрда Хасенмен бірге отырып, шексіз қиялға берілетімін. Кітаптан теңіз суының дәмі тұздың дәмімен ұқсас дегенді оқығанда рас өтірігін білмей дал болатымын. Кейін бір теңіз балдыры өскен жағажайда демаламыз. Қайранға өз-өзімізді қалдырамыз. Теңіз толқынның аяғымызды шайғанын қызықтаймыз дейтінмін оған. Тынық мұхитын алғаш көргенімде көзімнен жас шығып кете жаздады. Неткен айдын су. Бала кезімде кинодан көргенімдей әсерлі екен.
Кейде ымырт үйіріле бергенде көлігімді орнына қойып, жол үстіндегі көпірге шығамын да сүйеніп тұрып шалғайға көз жіберемін. Артқы шамы жанып, жылтылдап бара жатқан көліктерді санаймын. Бұрын-соңды Кабулдан ешқашан кездестірмеген ВМВ, СААБ, Панамера көліктері ағылып жатты. Кабулда көбінесе орыстың Волгасын, ескі Лепо көлігін және Иранның Пайканың көп мінеді. ақш-қа келгенімізге 2 жылға таяса да, бұл жердің ұлан-байтағына күн сайын тәнті боламын. Үлкен тас жолмен қабаттаса тағы да сондай бір жол көсіліп жатады. Қала сыртында тағы бір қала жалғасады. Таулардың ар жағынан ұшы-қиыры жоқ жоталар кездеседі. Оның арғы жағы тағы да тау. Қалаларға ұласа береді. Қаптаған қалың орыс әскері Ауғанстанға басып кіріп, ауылдарды өртке орап, мектептерді бүлдіріп, ажал еккенде жағалата мина көміп, қаза болған балаларды асығыс жер қойнына тапсырып жатқан кезден бұрын да Кабул мен үшін өлілер қаласы, әруақтар кезген жер сияқты еді. Ал Америка олай емес. Бұл жерді Адуынды өзенге теңеуге болады. Өткен іс өтті. Оны енді еске алудың өзі ауыр. Мен енді сол өзенге түсіп, бұрынғы қателіктерімді ағызып жіберемін. Өзімді өзен ағысымен бірге алысқа, тым шалғайға жөнелтемін. Басқасын білмеймін, тек осындай әсер беретін үшін бұл жерді құлай сүйемін. Сол 1984 жылдың жазында мен 21 жасқа толдым. Әкем көлігін сатып, $550 ескі 1971 жылғы автобус сатып алды. Оны бұрын Кабулдағы орта мектепте сабақ беретін бұрынғы таныс ауғандық сатып едім. Автобус барылдаған даусымен біз тұратын көшеге бұрылып, көлік тұрағымызға келе жатқанда көршілердің бәрі қарады. Әкем автобусты сөндіріп, өзіміздің көлік тұрағымызға тоқтатты. Екеуміз автобуста отырып көзімізден жас аққанша күлдік. Ең қызығы, автобусымызға қарап тұрған көршілер сиреген соң ғана үйге қарай беттедік. Автобусымыз тозған темір үйіндісінен құралғандай көрінетін. Сынған терезелеріне қара түсті қоқыс пакеті ұсталған. Дөңгелегі егде әйелдің иегіндей мүжілген. Орындықтарының асты қоқысқа толы. Біз сатып аларда әлгі қарт мұғалім өлердегі сөзін айтып, кепіл болып еді. Шынында моторы мен қозғалтқышында мәселе жоқ екен. Әр сенбі күні таңқылам бере бергенде әкем мені оятады. Ол киініп жатқанда жергілікті газеттің әртүрлі жарнамасын қарап шығып, көлікке қатыстыларын белгілеп аламын. Содан соң барар жерімізді анықтап аламыз. Алдымен Фремонт, Юнион Сити, Нью-Джерси, Харвард, Сан-Хосе, Милпитас, Саннивилл, ары қарай уақыт болып жатса, Кэмпбеллге де соға кетеміз. Әкем дайындап алған шайын іше отырып, автобусын жүргізеді. Мен жол бастаушымын. Базарға жеткен соң автобусымызды тоқтатып қойып, ескі заттарды сатып аламыз. Ескі заттар тұрған жерден көне тігін машинасы, жалғыз көзді шансорғыш сияқтыларды аламыз. Күн не аса бата бергенде автобусымыздың ішкі ескі заттарға лық толады. Оны ертесі күні Сан-Хоседегі шағын базарға апарып, дүкен алып, сатып үстінен пайда көреміз. 25 тиыннан алған Чикаго ән дискісінің әрбірін 1 теңгеге немесе 5-еуін 4 теңгеге сатамыз. 10 теңгеге алған Зингер маркалы тігін машинасын ең төмен болғанда 25 теңгеге береміз. Сол жылы жазда ауғандар Сан-Хосе базарын иеленді. Көтерме сауда орындарында ауған музыкасы саңғалдап тұратын болды. Әрі мұнда тек ауғандар ғана білетін тәртіпте бар еді. Егер сіз жолдың қарсы бетіндегі біреумен қарым-қатынас орнатпақ болсаңыз, оны картоп нанын жеуге шақырасыз, шүйіркелесесіз. Егер оның әке-шешесі о дүниелік болған болса, көңіл айтасыз, балалы болса, қуанышына құтты болсын дейсіз. Орыс пен ауған тақырыбындағы әңгіме айтылар болса, қайғылы күйге енесіз. Жолдар тоғысында кейін таралған бір нәрсе бар десек, ол ауғандардың өсек-аяны. Біз барып жүрген базар міне осындай. Шай ішіп бірдеңе жей беріп, қай қызын айттыру құдалығын бұзып, ақш азаматымен ілесіп қашқанын, Кабулда кімдердің арам жолмен баспана сатып алғанын, көмек қаражатында алғанынан хабардар боласыз. Саясат, шай, біреудің былығы дегендер ауғандар мен базар үшін ең қажетті нәрсе болып қалады. Мен жайма дүкенімізге қарап отырғанда, әкем жол жақта жүреді. Екі қолын кеудесіне қойып алып, көне таныстарымен шүйіркелесіп жүреді. Олар ескі велосипед, көне киімдер сататын механик пен тігінші.
қазір ұсақ саудамен айналысатын бұрынғы дипломат, мұнда келген соң жұмыс таба алмаған хирург, дәрігер, профессорлар сияқтылар. 1984 жылғы шілденің бір жексенбісінде таңертең әкем жаймасын реттеп, мен 2 стакан кофе әкелуге барып келгенше, әкем егде тартқан келбеті келіскен бір кісімен сөйлесіп тұр екен. Мен кофені көліктің артқы терезесіндегі Райкан мен Буштың 1984 жылғы президент сайлау кезіндегі үгіт суретінің қасына қойдым. Әмір, әкем мені шақырып, мына кісі генерал Ықпал Тайыр деген кісі, Кабулда тұратын, әскери салаға еңбек сіңірген, мемлекеттік қорғаныс министрлігінде жұмыс істеген. Ол кісінің есімі маған өте таныс сияқтанды. Генерал күлген сияқты. Әдетте басқосуларда әлдебір белді кісі әзіл сөз айтқанда осындай қосалқы күлкілер естілуші еді. Ол күмісте аппақ шашын артына қайыра тарапты. Кең маңдайы жарқырап тұр. Қасын ақшала бастапты. Өн бойынан колон иіс суы аңқып тұр. 3 қатарлы түймеленетін бешпеті мен шалбары жуыла-жуыла әбден тозығы жеткен. Ішкі қалтасынан қойын сағатының алтын бауы жарқырап көрінеді. Оны айтып қайтесіз, деді ол. Үнінен сыпайылық аңғарылады. Амансың ба, балам? Есенсіз бе, генерал мырза, дедім мен оған қол беріп. Қолы қарулы да қатты екен. Бұйырса, Әмір мықты жазушы болайын деп тұр, деді әкем. Мен бұл сөзді зорға түсіндім. Университеттің 1-ші курсын жақында аяқтады. Емтиханның бәрінен сүрінбей өтті. Арнаулы колледжде оқимын, дедім әкемнің сөзіне түзету жасап. Жарайды, деді Тайыр генерал. Сен біздің еліміз туралы шығарма жазасың ба? Біздің елдің тарихы мен экономикасы жөнінде жазатын шығарсың. Мен прозалық шығарма жазамын, дедім Райымхан, берген естелік дәптерімдегі 10 шақты әңгімемнің бар екенін ойлап. Генералдың алдында неге қысылып тұрғанына қайранмын. Әлгі оқиға баяндайтын ба, деді генерал. Жарайды, қазіргідей заманда сондай шығармалармен адамдардың көңілін аулаған дұрыс. Ол қолын әкемнің иығына қойып, сосын маған бұрылып. Сонау бір жылы жазда әкең екеуміз Жалалабадқа барып қырғауыл аттық. Әкеңнің құралайды көзге атқан мергендігіне қатты тәнті болдым. Әкем президенттің үстіне бір теннис доп қалақшасын қойып жатып, қолдан келгенше істедік қой, деді. Тайыр генерал әнтек жымпиып, терең тыныстап, әкемнің иығынан қағып қойды да. Өмір өз жөнімен жалғаса береді, деді ол маған қарап. Ауғандықтар бірдеңені әсірелеп көрсетуге бейін. Мен осыған дейін қаншама ауғандықтардың ерекше керемет деген сөздерді ойланбай, еш қымсынбай қолданғанын көрдім. Ал сенің әкеңе керемет деген сөзді қолдануға болады. Сан рет естіген осы бір сөзді көп ести берген соң, құдды әкемнің тастамай киетін киіміне ұқсап үйреншікті сезіліп кетті. Асыра мақтадыңыз, деді әкем. Жоқ, олай емес, деді генерал, ары бұрылып, кеудесіне қолын қойып әкеме құрмет көрсетіп. Балалары әкелерінің немен айналысқанын білгені дұрыс. Ол енді маған қарай бұрылып сөйлеп жатыр. Сен әкеңді құрметтейсің бе? Шынымен қадірлейсің бе? Әрине, генерал, қадірлеймін, дедім мен. Ол мені балам демесе жақсы болар еді. Ендеше жарайсың. Азаматтыққа барар жолының қақ жарымын басып өтіпсің, деді ол. Бұл сөзін ешқандай зілсіз айтты. Тек мадақтау мен қолдау басым сияқты. Кенет әке шайыңызды ұмытпаңыз деген жас қыздың дауысы шықты. Бойы тал шыбықтай бұралған жас сұлу біздің артымызда тұр екен. Қолына су термос ұстап алыпты. Одан көз алмай қарадым. Қиылған қарағасы бейне қарлығаштың қанатындай қап-қара, мұрны әдеміше келген. Біз оқыған парсы дастандарында суреттелетін ханша қыздардан, Шахнамадағы Рүстемнің жарынан, Сахраптың анасынан аумайды. Қою кірпігі жарасқан көзі кенет менің көзімен түйісіп қалды. Ақылды қызым сол, деді генерал оның қолындағы стаканды алып. Ол артына бұрыла бергенде, иегінің сол жағынан көрінген имек қалға көзім түсті. Анадайда тұрған жүк көлігіне барып термосын қойды да, кітаптар мен патефон қойылған жерге отыра қалды. Отырғаны қандай шіркін, сусылдаған шашын бір иығынан қарай төге салды. Менің қызым Сүрия, деді Тайыр генерал. Ол ауыртын салып басқа бірдеңе айтқысы келіп, алтын баулы сағатына қарады. Жарайды, уақыт біраз болып қалыпты. Мен дүкенімді жинастыруға барайын деп, әкеммен құшақты айқастырып, маған қолын беріп тұрып. Жазарың көбейсін, деді менен көзін алмай. Оның көкшіл көзінен ешбір жылылық байқай алмадым. Әне сол кезден бастап сұр түсті жүк көлігіне қарай назарымды аудара бердім. Әкем екеуміз үйге қайтып бара жатып, тағы да ойға баттым.
Тайыр деген есімді бұдан бұрын естіген сияқтымын. Генералдың қызы жөнінде әлдебір өсек сөз тараған ба еді деп сұрадым әкемнен. Базардың шығар аузында қас-қатар қойылған көлік арасынан автобусын баяулатып келе жатқан әкем. Жұрттың өсегіне құлақ салмайтынымды білесің ғой, дедім. Бірақ сондай сөз тарағаны рас па? Мұны неге сұрағыштап қалдың? Мен иығымды қиқаң еткізіп жымиып, әншейін сұрағаным ғой әке дей салдым. Солай болса екен, деді әке маған күле қарап. Көзіңнің құрты ояна қалғаннан сау ма? Мен жауап берудің орнына ендеше кеттік дедім. Ол маған күле қарап, ептеп базардан шықты да автобустың тізгінін қоя берді. Үлкен тас жолмен зулап келеміз. Арада аз үнсіздік орнады. Кенет әкем, естуімше бұрын ол бір жігітпен сөз байласыпты. Арты жақсы іс емес сияқты деді. Ол бұл сөздерді айтқанда әлгінде біз көрген сұлу қатерлі омырау ісігімен ауырады екен дегенді білдіргендей болды. Өңі біртүрлі суық тартып кетті. Үнсіздік, тағы да үнсіздік. Естуімше, ол сыпайы әрі ибалы қыз, басқаларды сыйлай білетін көрінеді. Бірақ әлгіндегі себептен болар, генералдың үйіне ешкім құдалыққа келмепті. Бұл да тағдыр шығар, әділетсіздік шығар. Есінде болсын, айналасы бір-екі күнде болған өзгеріс кейде бүкіл өміріңді өзгертеді. Сол күні мен жақсы ұйықтай алмадым. Тайыр генералдың қызының әсем жүзіндегі қалы, әдемі мұрны, маған қарағандағы ашық кейпі көз алдынан кетер емес. Жүйрік қиялым сол қыздың төңірегінен шалмады. Сүрия Тайыр, менің ханшам, барым менің. Сіздермен бірге болған Ақерке Болатбекқызы. Каналға тіркеліп, коммент қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыз.